Шелпектеріңіз жұп-жұмсақ болсын десеңіздер, осы құраммен жасап көріңіздер. Алдымен бізге кішкене тегешке тұз, қант қосамыз, және де суық сүт аламыз. Оның үстінен ұн қосамыз, оның үстінен разрыхитель қосып, қамырымызды қатты қылып белейтін боламыз. Қамырларыңыз қатты болатын болса, сонда шелпектеріңіз май сормайды, және де созылып кетпейтін болады. Байқасаңыздар, кейбір қамырды илеген кезде, майға салған кезде қамыр созылып, ұзын болып кетеді. Сондықтан енді осылай 10-15 минут қамырды илегеннен кейін демалып тұрамыз. Демалған қамырды бөліктерге бөлеміз, және де жұқалап етіп жаятын боламыз. Жайылған қамырымызды жайып жатқан кезде майымызды отқа қатты қыздырып қоямыз. Егер де сіздер майларыңызды қатты қыздырып, шелпекті мына жағынан 1-2 секунд, мына жағынан 1-2 секунд пісіретін болсаңыздар, онда шелпектеріңіз май сормайтын болады. Осы құпиялардың барлығын жасап көріңіздер. Бүгін жұма мүбәрәк болсын, ас болсын, менің рецептіммен жасап көріңіздер. 100% шығуына кепілдік беремін. Ал сіздер қалай жасайсыздар, бөлісіп кеттіңіздер.